Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін кафе-ресторандарда хит болып жүрген салаттың бірі хрустящий баклажан салатын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен баклажанымызды қабығынан ашып дайындап аламыз. Қабығын ашымай тура салыңыздар да болады. Мен осылай ашып алдым. Достар, менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видео шыққан кезде сізге бірінші болып көрініп тұру үшін. Осылай ашып дайындап болғаннан кейін 4-5 ғып, үлкенірек қып турап аламыз. Мен майда қылып турадым. Жегенге ыңғайлы болу үшін сіздер үлкен қылып турасаңыздар да болады. Осылай барлығын турап болғаннан кейін табамызға салып, жарты ас қасықтай тұзымызды саламыз. Тұз салып болғаннан кейін кукурузный крахмал міндетті 2 қасық салып араластырамыз. Осымен қытырлақ болады баклажанымыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қызып тұрған табамызға майымызды құйып, аз ғана майымызды құямыз да кейін қуырып ала береміз, екі жағын қызартып. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағам түрлері, торттар, пирожныйлар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Осылай екі жағын қызартып қуырып алдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Маған ұнаған салаттардың бірі теплый салат деп те аталады. Бұл ыстықта жеңіп кететін өте дәмді салат. Көп уақытқа сақталмайды. Көп уақыт тұрса баклажаны суланып кетеді. Осылай пісіп шықты. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ. Енді помидорымызды дайындайтын боламыз. Черри қызанағында пайдалансаңыздар болады. Черри қызанағы болмаса, осылай дәу помидорды 2-3 бөлікке бөліп, үлкен ғып турап қоямыз. Одан кейін кез келген аскөкті пайдалансаңыздар болады. Руккола немесе кинзаны пайдалансаңыздар болады. Кинзаны сәл майдарақ қып турап жібересіздер. Салатымызды осылай жинап бастаймыз. Тарелкамызға алдымен көк шөптерімізді қойып аламыз. Мен осылай салат жапырағын пайдаландым. Пышақпен емес, қолдың көмегімен барлығын турап шықтым. Енді баклажанымыздың жартысын осылай бетіне қойып шығамыз. Одан кейін турап алған қызанақтарымызды қойып шығамыз әр жерінен. Қызанақтарымызды қойып болғаннан кейін кисло-сладкий соусымызды құямыз. Бірден барлығын араластырып қойсаңыздар да болады. Мен осылай тарелкаға қойып шықтым. Одан кейін тағы да қайталаймыз. Салат жапырақтарын қолмен үзіп, әр жерінен тағы да қоямыз. Одан кейін қалған баклажандарымызды қойып, бетіне помидорымызды әсемдеп қойып шығамыз. Мен азырақ жасадым. Сіздер адам басына қарай, болмаса келетін қонақтарыңызға қарай көптеу қылып жасай берсеңіздер болады. Кисло-сладкий соусты кез келген супермаркеттен таба аласыздар. Көп адамның жүрегін жаулаған өте дәмді салат осылай оңай әрі тез дайындалады. Осы сладкий соуспен өте дәмді болып шығады. Барлығын салып болғаннан кейін бетіне творожный сырды әр жерден қойып шығамыз. Творожный сырды қоспай қойсаңыздар да болады, бұл міндетті емес. Барлығын салып болғаннан кейін бетіне бальзамический уксусымызды осылай сән үшін құйып қоямыз. Осылай дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі видео салған кезде сізге бірінші болып көрініп тұру үшін. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.